3D SEO бағдарламасы арқылы күрделі 3D модельдерді қатты денелі модельдеу операциясын орындауымыз қажет. Соның ішінде призмаға цилиндрді қосып біріктіру және шаршы пішінді тесікті кесіп алу операциясын орындаймыз. Бірінші, 6 бұрышты призманы таңдап аламыз. 6 бұрышты призма. Біз оны жасыл түске айналдырамыз. Кішірейту батырмасын басып, 6 бұрышты призманы кішірейтеміз. Кішіреткеннен кейін ол функцияны өшіреміз. Енді біз цилиндрді таңдап аламыз. Цилиндрді жоғары қарай 6 бұрышты призмадан бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін оны күлгін түске айналдырамыз. Күлгін түске айналдырдық. Енді кішірейту батырмасы арқылы біз цилиндрді кішіреткеніміз дұрыс. Ол 6 бұрышты призмадан кіші екенін білуіміз үшін жоғарыдан салыстырмалы түрде қараймыз. Міне, цилиндр 6 бұрыштан кіші. Енді жанынан қараймыз. Цилиндрдің биіктігін кішірейтеміз. Міне, дұрыс алдық. Енді жылжыту батырмасы арқылы цилиндр мен 6 бұрышты призманы біріктіреміз. Біріктіру функциясын өшіреміз. Міне, бізде біріктіру операциясы орындалды. Енді шаршы батырмасын басып, шаршыны алдық. Оны жоғары жылжытып аламыз. Шаршыны көлемін біз кішірейту керекпіз. Цилиндрдің диаметрінен кіші болу керек. Үстінен қарап, салыстырмалы түрде тексереміз. Дұрыс алынған сияқты. Енді шаршыны өсіреміз. Өсіріп алдық. Жылжыту батырмасын алып, біз цилиндр мен 6 бұрышты призманың ішіне өсірілген шаршыны кіргіземіз. Енді қайшы батырмасын басып, ішінде шаршы пішінді тесікті кесіп алу операциясын орындадық. Енді өсірілген шаршы пішінді біз өшіріп тастаймыз. Тексереміз. Шаршы пішінді тесік орындалды. Міне, біздің күрделі 3D модельдеу операциясы орындалды. Балалар, сендер де осылай тапсырманы орындаңдар.